Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі пәні бойынша атақты тұлғалар ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды бастаймыз. Сөйлеу әрекетінің түрлері: оқылым, жазылым. Орындау уақыты 20 минут. Бірінші тапсырма. Балалар, мәтіндерді оқы. Қай мәтінде нақты деректер берілген? Олар қайсысы ғылыми танымдық мәтін, қайсысы көркем мәтін? Жаз. Бірінші мәтін. Қазақстанның халық әртісі, қазақтың әйгілі күйшісі Дина Нұрпейісова Батыс Қазақстан облысында туып өскен. Ол кішкентайынан домбырашы қыз атанған. Күй атасы Құрманғазының шәкірті болған. Ол 75 жасында Москвада өткен халық аспаптарын тартатын өнерпаздардың бүкіл одақтық байқауында жүлделі орынды жеңіп алған. Екінші мәтін. Дина Нұрпейісованың әкесі кенже палуан әрі шебер домбырашы болған. Дина 9 жасынан бастап домбыраны игере бастайды. Бірде осы ауылға атақты күйші Құрманғазы келеді. Ол Динаның домбыра тартысын көріп риза болады. Оған көптеген күйлерді үйретеді. Құрманғазы шәкіртіне өзінің домбырасын сыйлайды. Балалар, енді міне төменге қайсысы ғылыми танымдық мәтін, қайсысы көркем мәтін екенін жазамыз. Мәтіндерді салыстырамыз және қандай ұқсастықты байқағанымызды жазамыз, балалар. Келесі, сен үшін қай ақпарат маңызды болды? Кестеге жаз. Яғни балалар, бірінші мәтін бойынша, екінші мәтін бойынша қай ақпарат маңызды болғанын жазамыз. Екінші тапсырма. Берілген мәтіндерден екі сан есім тауып, реттік сан есімдерге айналдырып жазамыз. Барлығы міне балалар 7 балл жинаймыз. Яғни осымен бүгінгі қазақ тілі пәнінен атақты тұлғалар ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауымыз аяқталады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.